Бек, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Енді өзің туралы толық мағлұмат айтып бер, Бек. Мен өзім осы Нүкіс қаласында туылдым. 2024-23 жылдан бастап профессиональный ММА-ды бастадық, карьерамызды. Бірінші Найза лигасында бастадық. Қазіргі күнде Алаш Прайд лигасымен төбелесіп келеміз, өнер көрсетеміз. Қанша жыл болды қазір Алаш пен Найзаға шығып жүргеніңе? 3-4 жыл болды. 3-4 жыл. Профессионалға өткенімізге. Профессионалға өткен. Дебют істеп жатсың ба соны сияқты? Жоқ, дебют болды уже. Дебютті болдың істеп. Уже қазір дәрежем сонда жоғарыда емес, қатты төмен де емес, орташа деңгейдегі боецпіз ғой. Неге осы уақытқа ешкім мынандай медиаларменен нелермен істеспедің? Дұрысы, мен өзімде ондай интерес болмаған медиаға, неге тек қана біздерде енді халықта понятие бар ғой, сондай скромный боец па, тек жұмысын істейді и төбелеседі деген сияқты ғой. В общем, сондай. Шоу қылып не қылып көрмедің? Жоқ, шоу болады. Біздерде мынандай ғой, шоу болғанда микрофонды алып алып, мен сені жыртам, айырам емес, как положено, кәдімгідей фейс-то-фейстің өзінде соперник уважительный болса, біздерде құрмет көрсетеміз соған қарап. Егер жаңағыдай біреулер келеді, ассалаумағалейкум деп нормально көрсетіп, біреулер келеді да стойкада тұрып, типа сені ұрып тастайтын деп тұрады ғой. Соларға әйтеуір не қыламыз ғой, өзіміз агрессия көрсетеміз, не істейміз. А так бірақ микрофонды алып сөйлеген болсақ, жауап бергенбіз ғой сөзімізге, Аллаға шүкір. Оны жақындарым білетін шығар, енді былай адамдар білмеуі мүмкін. Рекорд неше қазір? Қазір официальный шердок 2-2, негізі шердокқа кірмеген бойларымыз көп былай. 4-2 примерно сондай. 4-2, иә, примерно. Базаң не зат сонда? Базам сол сұрау көп түседі біздерге. Базан көп адам вольниксең ба, күресесең ба дейді. Последний бойларды көріп айтады. Негізі базам Ушусанда. Ушусанда? Ушусанда. Одан жетіскерліктерің бар ма? Ушусанда да Центральный Азияда чемпион болдым 2023 жылдан бастап. Мастер спорт бар ма? Мастер спорт емес, КМС бар. КМС бар ма? Молодец. Енді қазір Алаш пенен Найзада бой өткізіп жатсың, бойға шығып жүрсің. Тренировканы қаяқта істеп жатсың? Дальнейшем планларың қандай? Сояқта қаласаң ба, Алашқа басқа лигаларға өтесің ба? Негізі план болғанда мен Таразда, Қазақстанда, Гладиатор клубында тренировка істеймін. Сол жақта уже 2 жыл болды. Солармен совместно істетеміз, тренерский состав бөлек. Солар план береді, бой береді, сөйлесеміз, ойласамыз, шығамыз ғой. А так тек Алаш Прайдта болғанда біздерде план пояс ғой, реально. Пояс. Да қалесе. Қанша шақ қалды пояс алуға? Аз ғой. Примерно. Неше бой өткеруің керек пояс үшін? Кемінде бір 3-4 бой керек қой. 3-4 бой. Алашта ма, Найзада ма? Алаштың өзінде. Алаштың өзінде, иә? Молодец. Тренировканы осы жақта Боскуртта істеп жатсың, иә? Құмайыммен бірге. Егер тренировкадан басқа не талап істеп жатсың қазір? Былайынша өзің жизненный. Өмірде ма? Өмірде, мына жаққа келдім, пока реально ешкімге сыр емес, біз тауылған жұмыс істейміз ғой. Реально. Кәдімгі саудада істедік, неде істедік. В общем, в основном қазір бірақ реально бір жұмыста басқа атып істеп жатқам жоқ. Только тренировка қазір. Сондай біздерде. Егер Өзбекстаннан лигалардан саған контракт түссе шығасаң ба? Енді команданың ойласам. Например, Октагоннан, Мангу болсын, басқа да лигалар болсын. Біздерде главный не ғой? Команда айтады, тренерский состав бар өздеріміздің. Сондай, если қойып берді, осыған шығасың десе, шығамыз. Уақпетпен контрактың бар, бұза алмайсың? Жоқ, бізде официальный контракт жоқ. Официальный контракт жоқ. Официальный контракт жоқ, бірақ сонда да рұқсат сұрауың керек. Солар рұқсаты бойынша болады ғой бәрі. Егер Нүкістің өзінде осы Қарақалпақстанда лига шөлкемдестірсек, сені не қылсақ, шақырсақ, шығасың ба бойға? Нүкістің өзінде ма? Ол біздердің бала кезден арман ғой. Сол Қарақалпақстанның өзінде үлкен турнир болса, жарыс болса, соны шөлкемдестіретін адамдар болса, біздер яқ демейміз. Біздерде дайындыққа қарап, формамызға қарап, в общем, командамызбен ойласып, ақылдасып шығамыз ғой. Енді Бек, сен Найзаменен Алашта енді қатып қалатығын желанияң жоқ конкретный. Енді дальнейшем алдыңа қойған қандай мақсат бар? Например, UFC, R1, сондай үлкен лигаларға шығам деген мақсатың бар ма? Негізі әрбір боецтің өзінің арманы десем де болады. UFC ғой. Қазір басқа олимпийский спортлардың есі олимпиада болса, біздерде UFC, ММА-да. Патология UFC. Соққа ешкім шығаман деген ниетің бар, Құдай қаласа. Енді бірден ондай UFC деп не қылмаймын. Құдай қаласа қазір біздердің өзіміздің планымыз бар. Біздерде план қазірше шердокты жақсылап, кәдімгідей выигрышный неге шығып, серияға шығып, поясты алып қалу,
в общем кейін Қарақалпақстанға алып келу сондай ниетіміз бар, құдай үш қаласа. төрт бойдан кейін құдай қаласа поездды алсаң енді оны защита қылуың керек қой, Енді ол жағын сол кезде көреміз, алла бұйырса. Одан алдын бірден UFC анау деп не қылудың, бас ауыртудың қажеті жоқ. Себебі өзіміздің дәрежемізді білеміз, онда жоғары емес. Негізі онда интервью беретіндей де жоғары емес, просто қызық болғаннан кейін келіп отырмыз ғой, сөздің шыны. Сондай әзіргі мақсат сол Алашпайтта өзіміздің орнымызды сақтап қалу, һәм әрі қарай рейтинг көтеру и пояс. Сондай ғой. Еще біздер боецлерде андай ғой. Жеңіске жетіп жатса, мысалы, былай кәдімгідей тілмен түсіндіріп өте ғой, бізде бір бой ұтсақ, ол бір лестница көтерілесің да, ММА-да. Егер сен бір бой ұтылсаң, уже 3 лестница төмен түсіп кетесің да. Сен бір рет ұтылдың ба, значит 3 рет победа қылуың керек та. Өзің тілеп алу үшін. Сол кезде сенің поражениең жабылады дегенде. Себебі бұл Шердок ол деген сен болғаннан кейін де, болмағаннан кейін де тұратын зат ғой. Бек, өткендегі бойыңды көрдік, Алашпрайттағы ұтып шықтың, маладес. Рахмет. Білуімше, оғаным жету аңсат болған жоқ, саған микрофонға жету аң. Сода ең ақырында сен қатты эмоциямен сөйледің ғой. Жаман сөйледің бірақ. Енді соған не себеп болды? Сонда сен, значит, ояқта қиналғансаң, не қылғансаң, может, поддержка жетіспеді ма дегендей. Поддержка жетіспегенде эмоция любой адамда болады. Енді менде сәл басым озады, тән алу керек, дұрыс. Бойға себебі біздер кәдімгідей өзіміз жұмысқа қарағандай етіп қарадық қой. Мысалы, мен Қазақстанда жүрдім, жұмыс істеп жүрмін. Күндіз стройкада неде істедік қой, енді оны істеп жүрген адамдар біледі былай. Мен арланбаймын жұмысымнан істеген. Лично, мысалы, мен былай сырттан көрген адам, мысалы, осылай сөйлеп не қылғанымызды Инстаграмнан көрген адамдар. Реально бір жерден бір тесіп шыққан бір байдың баласы деп ойлайды да. Мен содан кейін айтқаным ғой, эмоциямен мен ешқандай байдың баласы емеспін деп. Кішкене сөгініп не қылған жеріміз бар енді. Адамбыз ғой бәрімізде. Спонсор мәселесі қалай болып жатыр сенде? Енді нақты қазір біздерде официальный спонсор жоқ ол. Бұрында болмағанда былай көмектескен бір-екі ағаларымыз бар, рахмет оларға. Қазір тем более адам-адамға бір сом беретін заман емес. Қазір және бір зат айтамын, мен боецтер жаман көріп қалуы мүмкін, может бар ғой. Ешкім, мысалы, ол начинающий боец болсын, қандай орташа деңгейдегі болсын, жоғары деңгейдегі боец болсын, ешкім должен емес боецке спонсор болуға, не? Ол біреуге, мысалы, мен жаман көріп қалуым мүмкін. Ол мен любой адамға айтамын, он реально ешкім должен емес сенің төгелесуіңе, сенің питаниеңе, витаминіңе. Мысалы, мен өзім бір бойға $1000 расход істеймін. Мен ол ақшаны табу үшін, мысалы, ауыр жұмыс болса, ауыр жұмыс істеймін. Себебі осы спортқа өзім өмірімді беріп отқан болғаннан кейін, лично мен өзімде сондай. Енді болса жақсы, жаман емес. Болса, мысалы, боец ұтса, айттым ғой, егер біз ұтсақ, ол халықтың жеңісі да, біз ұтылсақ, өздеріміз болған боламыз да болған. Жеңілісі өзіңдікі. Жеңісің халықтікі. Сондай зат. Сен соған қалай қарайсың? Например, спортсменнің бәрі бір организацияға жиналып, соқпеттен бойларға шығып жүрсе. Негізі Атабектің пікіріне 100 емес, 200% қосыламын. Ол зат дұрыс. Команда болу керек. Команда болмаса қиын. Мысалы, өзіміздің қоңсылас ел Қырғызстан бар. Қандай күшті қазір. Дүниенің любой организациясында чемпионы бар. Ең жақсы организацияларда. Сол қырғыздар, мысалы, әммесі бір залда тренировка істейді да. Бәрі чемпионлары да жаңадан шығып жатқан боецтер. Ояғым шыдай алмай қазір ММА ассоциациясын ашып жіберді ақыры. Себебі ауызбіршілік бар, оған мен айтатын деген. Ауызбіршілік болса болады ғой. Значит, сен Чинаң айтқан қолып қуатлайсың, полный. Қолып қуатлаймыз. Енді кеше көріп атпан Инстаграмда сенің историяңды, со National Team'нің басылған Наурыз Браттың видеоларын. Ортаңызда бір түсінбеушілік пайда болды, бір конфликт. Нең себебінен пайда болды ол? Негізі ол конфликттің себебі, бірден конфликтке өтпей қойын, неден басланғанын айтатын да. В общем, видео болады, кәдімгі Бабуrilар лигасымен ба, сол видеоны. Сол кезде... Body MMA-ның. Body MMA-ма. Солар келіп сұрайды, в общем, осы. Енді бұл кісілердің жұмысына не жоқ, личность жоқ, в общем. Айтады сол кезде келеді, Қарақалпақстанда дейді, сондай ММА боецтер бар ма дейді да, деңгейі жақсы, в общем, UFC-ге тартатындай жақын келешекте деген деп сұрайды. Бұл кісі өзінің командасынан бір 2-3 баланы айтып кетеді да, оказывается, бізде боецтер көп. Содан кейін мен жаздым, мысалы, сіздер бүкіл Қарақалпақстанның атынан өйтіп айтқаныңыз қате деген сөзді жаздым.
В общем, содан башланды негізі. Одан кейін кеше жақында подкаст па? Анау Бунтайдың шоусында да. Мысалы, сол зат қозғалған. В общем, сол себеп болды, сол комментария болды, сонымен арада түсініспеушілік болды. Себебі ол мен болсын, басқа біреу болсын, ол басқа бір адамның бір еңбегіне бір назерге алмағандай зат та ол. Значит, сенің түсінігің бойынша Наурыз братан тек өзінің шығып жатқан балдарды айтып өткен, иә? Қарақалпақстан шыққан ММА деп. Сіздерден назар келмей. Сот именно сіздердің кеуліңізге батқан зат сол болып қалды ма? Енді кеуілге батқан да емес. Себебі біздер просто тек бір упомянуть етіп қойдың ба, біздер де бармыз дегенде. Енді негізі көп адам өзі емес, нәтиже сөйлейді ғой. Енді нәтижемізді көрмейді емес, көреді, естпейді емес, естеді. Енді жақыларымыз білетін шығар, может, ол заттар. В общем, боецтер көп біздерде, мысалы, Иса Сәрсенбай, Бабур Орынбаев, Самандар, мысалы, енді кулачка ғой, Самандар чемпион болып жатыр, пояс алып келіп жатыр. В общем, сондай возможность ба, білмесе де, һәм тикарғы боецтер бар деп айтып кетудің өзі жетеді ол жерде болған. В общем, сондай. Онда конфликттің неден басталған Наурыз братанның өзінен бір сұрайық, ә? Өзінен бір сұрайық. Наурыз братан өткенде конфликт болып өтті араңызда. Енді соған өзіңнің пікіріңді айт. Ол жерде комплект болғаны мынандай, мәселен, көп Қарабақтан шығып жатқан көп боецтер бар. Мен бұрыннан әммесін білемін. Әммесін, мәселен, кішкентайын бәрін көріп барамын. Бірақ ол жерде, мәселен, Вадимова берген интервьюда, мәселен, астанада ең басына төре берсеңіз, мәселен, мен өзім Астанада интервьюнің өзі біздің клуб бойынша интервью басталды ол жерде. Астанада Нашендайым Қарабақстан деді. Соны мәселен ең басында айтып өттім мен. Нашендайым Қарабақстан клубының атынан ассалаумағалейкум, мәселен, біздің клубта сондай заттармен басталды бәрі. Мәселен, ол жерде, мәселен, UFC-ға шығатын боецтер бар ма деді. Негізі мен қазір пландағы айтқаным, Астана өзінің клубында айттым. Мәселен, егер де мен басқа боецтерді айтсам, басқа боецтер айтпағаным сол деді. Астана өзінің клубында өзім істеп жатқан, мәселен, мен қай жерге апара аламын, мен өзім көзім жететін затты айттым. Мәселен, басқа мәселен, Бек болсын, Чина болсын, мәселен, олар мәселен қандай дәрежеде істеп жатқан жұмысын мен білмеймін қазір. Мен мәселен ішіне кіріп көрмедім, я залын көрмедім, қандай істеп жатыр, қандай менеджерлермен істеп жатыр. Содан мен толық мағлұматқа ие емеспін оларды, ешбір боецте. Мәселен, мен өзім клубымның балаларын білемін, и мен менеджерский, и спонсорам табуға, қауындерлермен сөйлесуге, қай жерге апаратын, мен өзім көзім жететіні сол. Мәселен, мен әзір конкретно әзір шығып отқан боецтерді мәселен UFC-ға шығарамын деп емес, бірақ басқа план бар. Молодежный состав шығару планда бар. Молодежный состав, мәселен, енді біздер мәселен әзіргі шығып отқан состав біздер кеш қалдық ММА-ға шығаруға. Не үшін? Мәселен, әммен жақламады, тайын спортшылар апару үшін молодежкеден бастап, этап-этап алып барсақ, құда қаласа UFC-ға шейін тартатын боецтер шығара аламыз. Сол үшін айтылды. Қазір неше боец шығардың? Қазір мен өзімнен профқа Қадам Амир бар, основной, әзір профессиональный контракт алған, и Хашим Хумайын бар, Жақсиев Абзалы бар, сөйтіп Базарбай Тимурда да біргені бір рекорд. Қалғанлары основной любительскийде. Любительский кеше Азияда да екіні алды, и чемпион Өзбекстаннан бар. Значит, бұл жердегі қазір болып жатқан конфликт Води ММА-ның Қарақалпақстанда деген сөз бар. Ал сен өзіңнің клубыңның балаларын айтқансың. Бұяқтың абидасы содан келіп шығып жатыр конфликт, е? Основной сол. Мені, қазір мұның Бектің өзімен кешеді. Телефонда сөйлестік, көрісіп сөйлестік, ол кезде менің мақсатларымды айтып өттім, мынандай, Қаралбақта. Реально, өзі айтса болады. Бұдан бір 2 жыл алдым мен ММА-ға араласпай тұрып, қандай дәрежеде еді. Мен ММА-ға араластым, қандай уровеньге алып шықты. Һәмменің ойы қазір октагон ММА деген теманы һәммен әрекет істеп бастады. Біздер, через біздер арқалы шықпай қойсын, әркім өздері шықсын, біздер қуанамыз да, әркім боец шықсын. Бірақ Қарабақстанда ММА-дан мен клубымнан шықсын, я басқа клубтан шықсын, мен Қарабақтан шықса қуанамын. Қайқа шықса да қуанатын жер сол да. Егер де ол мынау мен клубымнан шықпай жатыр, анау басқа жақтан шығып жатыр деген заттары ол зат біздерде ондай зат жоқ. Мен өзім джиу-джитсу жүрген уақытында да басқа қасымдағы спортлар жоғарыға шығып, уровень шығып жатса, молодец, оң болсын айтатын сөз. Сондай зат. Енді бұяқтың мақсаты қазір National Team үлкен бір организация ашса, боецтерді тартасың ба қасыңа? Құда қаласа жақында
сол жылдың өзінде Қарабақстанда әден лига ашылады. Әден лига ашылады. Рұқсатынан бәрін алдық. Енді өздеріміз селекшн өткізе аламыз, өздеріміз лигада өткізе аламыз. Өткенде сен айттың ғой, BPL келеді дедің, бір. Октагон лига өткереді дедің өкісте, 2. Ақтау менен Қырғызстанның 2 лигасын тартаман дедің. Именно қайсысы болып өтеді қазір? Қазір оны конкретно бір нәрсеге тоқталған жоқ. Неге десең, әрбір лиганың өзінің условияларын тыңдап шығып жатырмыз. Қайсысы выгодно болса, біздердің бір қиналатын жеріміз спонсор мәселесінде. Сол ана лига қандай дәрежеде условия жаратып бере алады, соған қарап біздер ретте жағдайымыз қандай лигаға жетеді, соған қарап. В общем, мына жақтың айтып отқан пікірлердің дұрыс тарапы да бар, біздер қосылмайтын жеріміз де бар. Ол затты мен айтудан ұялмаймын, тартынбаймын. Сіз айтып отырсыз, біздерге дейін 2 жыл бұрын ММА-ды ешкім білмейтін еді деп отырсыз ғой, дұрыс па? Ешкім білмегенде қызығушылық қазіргі күнге дейін болмағанда, ол кезде себебі біздерден алдында қанша байыстар шыққан, шықпаған емес. Олар да тоже сондай өздерінің жақындары таниды, не қылады. В общем, сіз асымны өзім үлесімді қостым дегенде айтып отырсыз ғой, ол зат дұрыс, өтірік емес. Бірақ негізі көтеретін халық қой. Халық көтереді, халық көтермесе, халық қолдамаса, оның дым пайдасы жоқ болған. Сен ұтылсаң да проходной боец болып жүре бересің. Халықтың арқасында ғой осы дәрежеге келіп жатқан, ММА-дың да мысалы біздер бетте рауажланып жатқаны. Бірінші орында халық, кейін спортсмендер. В общем, мен де мәселе, мен ММА-ны алып келдім деп айта алмаймын. Мен Низатты алып келдім айта аламын. ММА-ның атмосферасын азғандай болса, үлес қостым, ар жақ беті қызығушылық астен көбейіп бастады. Атмосфера деген зат, мәселе кішігірім не де болған. Сөзіңізді бөлгім келмеп еді негізі. Әркімнің өзінің үлесі болады, дұрыс. В общем, спортқа болсын, ММА-ға болсын. Реально тек бір адамға байланып қалған зат емес бұл. Действительно, ол мысалы күшлі болсын, слабый болсын, халық көтереді болған, соны айтқым келген. Біздер, мысалы, біз жоқ кезде де болған, ол сіз жоқ кезіңізде де болған. Әрі қарай да болатын зат та бұл, эволюция деп айтады ғой. Мен мәселе любой боецке бояп беремін, бірақ мен спонсор емеспін деген зат айтылды. Қазір әмес сенің бойың кетеді, мен бояп беріп жатыр, сен маған айтасың, наурызбас өзің бояп бердің ғой, өзің апарып қайт десең да. Сондай зат. Соны боецті қате түсініп жатыр да, мен мәселе бояп бере беремін. Кеше бекеде түсірген сол. Бірақ мен спонсорлық істей алмаймын. Қашан істей аламын? Ертең егер лиганы жолға қойып алсам бар ғой, мақсат лиганы жолға қойып алсам, основной мақсат бар ғой. Еш бірде-бір спонсорға жалынбай бар ғой, ертең өзін спонсор қылып, боецті алып шығып кету. Енді основной несі? Мақсат сол да болған. Менеджер сөйлесесіз ғой бойды мысалы. Боец почем мысалы, гонорар почем. Негізі ондай условия қоятындай боец болып алу керек. Сол дұрыс. Условия қоятындай, чтобы мен 10 бой өткізіп тастасам айтамын. Мен қасыма 2 адамға, қазір мысалы лигалар бір адамға төлейді ғой. Боецін, ана гайсын сағасын. Қасында адам болса, одан ақша. 2 боец, 2 адамға төлейді. Бір тренеріне, бір боецке төлейді. Бірақ алашпырайт найзалардан уровені бар боец болса айтады, маған 2-3 адамға жағдай жасап берсін, главный бойда төлейсің. Самандар танк деген 10 адамды апарып гостиницаға жатып алған ғой өткен ақтөгенде. Кеше анасы деген кіргізбей жатыр ас гостиницаға. Наурыз братан, жаңа үлкен организация туралы гәп кетті бұл жерде, National Team Қарақалпақстан. Соны үлкен организацияға бассаң, боецлер тартасың ба қасына? Именно бір октагонмен шекленіп қалмай, басқа да лигаларға апара аласың ба? Мен қазір Қарақалпақтан боецлер үшін мәселе 6 лигамен ондай сөйлесу жұмысы алып барылды. Енді қалеген лигаға мәселе біздерде қанша боец көп болса, мәселе өзіміздің лига істесек, маған мәселе боец көп керегі. Любой боец мәселе мен әр айда лига беретін болсам, Қарақалпақтан 10 боец бола қойсын. 10 боецті бір лигада төбелестіріп, екінші лигада қайтадан төбелестіре алмайсың олар. Біздерде қанша 30-40 боец резервте тұрсын, алмастырып бой бере бересің. Мәселе бияққа мәселе бекке мәселе на лига берсе, 2 айдан және бой түссе, бұл мәселе тайым болмауы мүмкін. Ол кезде мәселе резервте чина және бір боец сөйтіп кете бересің болған. Сол үшін бізге қанша көп боец сонша керек. Әзіз достар, екі жақтың пікірі тыңланды, конфликтке точка қойылды. Құдай қаласа National Team Қарақалпақстан үлкен организацияға айланып, боецлерге поддержканы беретін болды. Бұнан тысқары Қарақалпақстанда лигаға мүшелкемлестіріледі. Ең басылысы жан-жаққа тарқап бөлінбей, әмеміздің аузымыз бір болып, бірігіп, Қарақалпақстанда ММА-ды рауажландыру болады. Баршаңызге рахмет. Бірақ Face to face қылып жіберіңізші. Face to face.